Осы коронавирустық инфекцияның таралу кезінде 2021 жылдың 28 қаңтар мен 8 ақпан аралығында коронавирустық инфекциясымен ауырып, Қаратал аудандық ауруханасында толығымен емделіп шықтым. Емделу барысында емдеуші дәрігерге және де медициналық қызметкерлерге алғысым шексіз. Емделу барысында оттегі концентраторлары жеткілікті мөлшерде болды. Солардың бірі Евразиялық банк және Ибрагимовтар отбасының атынан көмек ретінде осы Қаратал аудандық ауруханасына берілген болатын. Ол кісілерге алғысым шексіз. В июле 2020 года лечился в городской инфекционной больнице города Кустаная. Лечение проходило 25 дней с поражением легких более 95%. Сегодня хочу поблагодарить врачей больницы и медсестер за теплые отношения. Особую благодарность хочу выразить семье Ибрагимову за то, что в регион Кустанайской области и другие регионы Казахстана были выделены кислородные аппараты, которые спасли жизнь многих людей.